Сәлем баршаңызға, сіздерге алмұрттан тарт ұсынатын боламын. Оңай жасалатын жолын көрсететін боламын. Ең бастысы жұмыртқасы жасалады. Толық нұсқасын видеоның астынан көре аласыздар. Құрғақ ыдысымызға өлшенген ұнымызды салып, тұз салып, сары майымызды салып, кішкене суымызды құйып, қолымызбен илейміз. Осындай болып шығады, кішкене жабысып тұрған сияқты болып. Егерде қатты жабысып кетіп жатса, қолымызға ұнымызды сеуіп, осылай формамызға жаямыз. 24-тік форма пайдаландым. Осылай қолымызбен тестімізді жайып шығамыз. Жан-жағына бортик саламыз. Формамызды қоя тұрып, жуылған алмұртымызды сыртын ашып, тазалап аламыз. Одан кейін видеодағыдай кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін формамыздың тестісінің үстіне осылай қантымызды себуге болады. Егерде алмұртыңыз қатты тәтті болса, онда себудің қажеті жоқ. Алмұртымызды осылай рет-ретімен қойып шығамыз тестіміздің үстіне. Болғаннан кейін үстіне қант себіп жіберуге болады. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.